Қазір Орал қаласының маңындағы саяжайлардың көрінісі осындай. Бұл жерде бұрын ел бар еді, жұрт бар тұғын. Қазір қаңыраған бос үйлер мен бұзылып жатқан үйінділер ғана қалған. Бұл былтырғы су тасқынына зардап шеккен саяжайлардың қазіргі көрінісі. Үйлеріне су кіріп, баспаналар апатты деп танылған саяжайлық тұрғындар үйлі болды. Тиісінше олар саяжайдағы үйлерін мемлекетке тапсырды. Қазір тұрғындардың жерін мемлекет балансына толықтай алып болған. Енді бұл жерді не істейді? Ал саяжайда қалған халықтың ертеңі не болады? Жалпы бүгіннің өзінде 2715 шақты жаңа баспана біздің азаматтарымызға берілді. Соның ішінде жаңа пәтер сатып алып бердік, жаңа үй салып бердік, екінші нарықтан үй алынды. Бүгінде сол манағы аталған 2700 біздің тұрғындарымызға жаңа баспана берілген тұрғындарымыздың барлық жерлерін мемлекеттің теңгеріміне қайтарып, қазір олардың барлығы мемлекеттің балансында жерлер. Яғни аталған бұрынғы авариялық деп танылған үйлердің барлығын бұзып, мемлекет қазір бұзу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінде 1900-ға жуық үй бұзылды, қалған үйлер қазір бұзу жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы бұл жерде 38 компанияға жуық мердігер мекемелер жұмыс істеді. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын табуда, бұзып жатырмыз. Биылғы жылдың соңына дейін аяқтап, жалпы барлық мемлекеттің меншігіне қайтарылған саяжай жерлерін барлығын тазалап, яғни құр жер ретінде мемлекеттің атында қалады. Тасқын аяқталса да, оның әлегі әлі жалғасып жатыр. Судан зардап шеккен саяжайлықтар ішінде әлі күнге үйсіз-күйсіз жүргендер бар. Себебі көбі үйінің құжатын жасатпаған. Құжатқа олақ қарағандар енді заңгер жалдап, адвокат іздеп, сот пен прокуратураның табалдырығын тоздырып жүр. Ең біріншіге жол айтатын болсақ, бұл азаматтардың өздерінің жеке құжаттарына, жеке мүліктерінің құжаттарына былай бейқамдылығы. Жалпы біздің азаматтардың, біздің жерлестеріміздің енді осы жерде айтатын болсақ, тек саяжайдың құжаттарының өзі бір ғана мысалға мүлік қой, соның өзінің толық еместігін осы жағдайлар көрсетті. Мысалға, жердің мемлекетті актісі барда салынған саяжайға немесе үйге техникалық паспорт жоқ. Үй салынып тұр, бәрі тұрып жатыр, бау-бақшасы бар, бірақ жердің де актісі жоқ. Яғни одан кейін енді паспортта жоқ. Неге де сұрасаңыздар, әрине бірнеше жыл бұрын мораторий болған болатын, саяжайлар берілген жоқ әкімдік тарапынан. Дегенмен де сол азаматтардың әкімдікке барып, маған саяжайға беруіңізді сұраймын, мына жердің нысаналы мақсатын өзгерту сұраймын деген арыздар жазғанмен де оны жазбаша еш жерде тіркелмеген. Сондай осы фактілерді, мен осы алым келді деген фактілерді сотта да көп адамдар дәлелдей алмады. Былтырғы су тасқыны салдарынан баспанасыз қалған 3000-ға жуық адам үйлі болды. Бірақ бұл мәселені әлі толығымен шешпей отыр. Үйі тасқыннан зардап шеккен жандардың бірі Серік Ермекқалиев. Ол Орал қаласы маңындағы 3-ші саяжай бірлестігінде тұрады. Үйді қарап тексерген бағалаушы үйді апатты деп таныған. Бірақ қалалық әкімдік жанындағы комиссия үй беруге асығар емес. Су келіп осындай жағдай болды. Төтенше жағдай. Содан бері қарай акиматпен көрсетіп жүріп, үй ала алмай жатырмыз. Үйіміз серіс, су кірді. Жердің астынан су шығып, сондай қатер төнгізіледі үйдің ішіне. Мына стяжкалар жарылып кетіп, үйдің іші серісі. Таңертең тұрғанда астымыз дымқылданып қалады, көрпе төсемдеріміз. Кішкене қиын болып тұр. Мына балам сол су келген уақытта апрель айынан бастап өкпесіне өзі операция жасалған группадағы балет. Өкпесіне су жиналып 3-4 рет больницаға жатып шықты, кардиоцентрға. Көршілеріміздің бәрі көшіп кетті, осындай жер үй 15 шақты үй береді. Түгел көшіп кетті, осы жерде жер үйден жалғыз мен қалдым. Ана жерде бір мансар үй бар, ол қалада үй бар. Олар бір мал ұстап отырған кісілер. Су тасқынынан зардап шеккен 300-ге жуық саяжайлық прокуратураның араласуынан кейін үйлі болған. Ал кейбірі бір реттік көмекке қол жеткізген. Орал қаласында төтенше жағдай әлі де күшінде. Қалалық әкімдік жанындағы комиссия әлі жұмыс істеп жатыр. Олар тұрғындардан келген арыз шағымдарды әлі де қарауда. Біз әрбір арызды өзіміз жеке қарадық. Сонымен қатар бүгінгі күні біз 250-ден астам жаңағыдай отбасыға үй алуға көмектестік. Мысалы, кейбір кісі келеді, оған дейтін жаңа теріс шешім қабылдаған, яғни оның атында бір үй бар екен деп, жаңа дачасынан бөлек басқа ауданда үй бар деп. Біз соны зерделеу барысында, аудан прокуратурасымен бірге зерделеу барысында ол үй құжаттарға сәйкес бар екен, сол кісінің атына тұрады екен, бірақ шын мәнінде бұл үй баяғыда жарамсыз, бұзылған күйінде қалады екен. Бұл жерде мысалы фундаменттен басқа ешнәрсе жоқ. Ескі үй бұрында бұзылып қалған 5-6 жыл бұрын. Соны біз дәлелдеп, жаңағыдай әкімдіктен, аудан әкімдігінің орналасқан жерінен құжаттарды алып, тиісті сол құжаттарды жалғап, осы Орал қаласы әкімдігінің комиссиясына бүкіл дәлелдеме құжаттармен бірге жолдадық. Сосын кері қарау барысында дұрысынан шешім қабылданып, ол азаматтар үй алған болатын.
сондай біз 250-ден астам отбасыға көмектестік. Ал прокуратураның алдына келіп түсіп жатқан арыз шағымдар бөлек әңгіме. Прокуратура өкілдері әр саяжайлықты тыңдап, қажетті заңды көмекті көрсетіп отырғандарын айтады. Былтыр су тасқыны кезінде 277 адамның құқығы прокуратураның араласуымен қорғалған. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.